Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағанда өте дәмді болып шығатын жұп-жұмсақ алма қосылған пирогты бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 5 жұмыртқамызды миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамыз 2 есеге көтерілгеннен кейін үстінен қантты аз-аздан салып отырып, жақсылап толығымен араласқанша миксерлейміз. Үстінен ерітілген сары майды құямыз және де ұнды қоспастан бұрын алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Қандай пирог жасамасаңыздар да ұнды елекпен өткізіп қосқандарыңыз дұрыс, сол кезде пирогтарыңыз жақсы көтерілетін болады. Оның үстіне бір шай қасық қобдатқышымызды салып, аз-аздан салып отырып, қоюланғанша миксерлейміз. Пирогқа қосылатын қажетті заттардың барлығын грамын төменгі описанияға қалдырып кетемін. Сол жерден кіріп қарап көрсеңіздер болады. Міне бізде пирогымыз осындай қою масса болуы тиіс. Енді осы қою массамызды формамызға құятын боламыз. Енді алдын ала жұқалап турап қойған алмамызды қою қамырымыздың үстіне әдемілеп тізіп шығатын боламыз. Алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып қоюды ұмытпаймыз. Алмалардың барлығын орналастырып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіріп алатын боламыз. Пирогтың пісіп-піспегендігін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп алғаннан кейін пирогымызды міндетті түрде суытып барып формадан бірақ шешетін боламыз. Одан кейін пирогтың оформлениясы өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Мен бетіне аздап қант ұнтағын септім. Міне достар, біздің дәмді пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.